Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге балық қуырамыз кешкі асқа. Біздің балығымыз алдын ала ауланып, әкелініп, сойылып, тазаланып, бөліктерге бөлініп, морозилькте тұрып шыққан балық. Бір күн түн бұрын шығарып ертіп қойдым. Ертіп болғаннан кейін жақсылап жуамыз. Бізде сазанның кішкентай түрі мен жайын деген екі түрлі балық. Соларды жақсылап жуып, тұздап, екі жағын жақсылап тұздап, мен тек қана тұз қостым. Тұздап, ұнға аунатып, сұйық май немесе өздеріңіз қолданатын кез келген майға табаға құйып, майды қыздырып қуырып аламыз жақсылап. Менің майым балық қуырылған май, сүзіп алынса да осындай болып тұр, қара болып. Үстіне сұйық майда құйып, көбейтіп, солай қуырдым. Өте сары болып, күшті болып піседі, түсі әдемі болып. Дәмі деген енді керім күшті болып шықты. Қасына гарнирмен бірге ұсынуға болады. Мен күріш пісірдім, қасына подлив пісірдім. Бірақ оларды түсірген жоқпын. Осыны күшті алдын ала осылай балықтарды тазалап, бөліктерге бөліп, морозилькаға салып сақтасаңыздар болады. Шетінен алып пісіре бересіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркеп кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.